Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхана арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге екі-ақ ингредиенттен жасалатын қолжетімді әрі дәмді кремнің жасалу жолын көрсеткім келіп отыр. Менімен бірге бол, видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Сары майды алдымен бөлме температурасында тұрған болу керек. Миксермен жақсылап араластырып аламыз. Біз біраз уақыт араластырсақ, сары майымыз ағарады және де өзінің иісін кетіреді, яғни иісі қалмайды. Сондықтан да әбден араластырып миксерлеп алуымыз керек. Енді миксерлеп болған соң оның үстіне қоюлатылған сүтті қосамыз, яғни сгущенканы. Оны қоюлау болғаны дұрыс. Сатып алатын кезде майдың да 72-82% жақсы майдан алу керек және жақсы қоюлатылған сүт болу керек. Сонда біздің креміміздің дәмі өте күшті болып шығады. Жүректі алмайтындай, қанша жесеңіз де көңіліңіз қалмайтындай крем болады. Жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін көріп отырғандарыңыздай біраз араластырғаннан кейін қоюлана түседі, миксердің ізі қалып бастайды. Тағы да біраз араластырамыз. Көп араластыруға да болмайды, сұйылып кетуі мүмкін. Миксердің темірлері қызып, біздің кремді сұйылтып жіберуі мүмкін. Бұл кремді 2 есе көбейтіп, кәдімгі домалақ торттарға да қолдануға болады. Арасына жағуға және сыртын қаптауға жетеді. Бұл сондай өзі ынжық крем емес, кәдімгі қатты формасын ұстайтын крем болады.